Ассалаумағалейкум қазақ елі, қазақ ютубы. Бүгін азғантай балықшыларға арналған видео түсірейін деп шештім. Бүгін Каспий теңізіндегі кефаль балығын аулайтын жаңа поводок жасайтын боламыз. Оған қандай ілмектер керек, қандай леска керек, жіптің жаңағы неміз леска жилка дейма, жаңа қалай дейтін еді. Сол қандай заттар керек. Бізде қазір бар заттар, бізге мынандай кішкентай плоскогубцы или жаңадай ыңғайлы затта салып жүрген осындай зат керек болады. Одан кейін мынандай кесетін құрал, қайшы болса да, тырнақ алатын болса да, или осындай кусачка болса да. Одан кейін бестік или алтылық леска. Онда бізде екеуі де бестік леска екен, 0,50-лік. Осындай леска керек болады. Одан кейін осындай поплавоктар керек болады. Одан маңыздысы осындай ілмектер керек болады. Размерлері бұлардың әртүрлі аталады. Алар екілік ілмектер болу керек. Одан кейін артында мынандай жабралары бар ілмектер болғаны дұрыс. Салған құртыңыз шығып кетпейтіндей. Осындай міне. Осындай қисық балық аузына жұтқан кезде қалай болғанда да ілініп қалатындай болу керек. Одан кейін мынандай жаңағыдай карабин дейді. Айналмашығы бар. Жаңа жылқымыз оралып қалмас үшін осындай жаңағыдай айналып тұратын зат. Мына төрттік дейді жуны. Төрттігі шамалы майдалау болады екен, болған алтылық. Екілік. Тоже екілігін алған дұрыстау болады. Одан кейін мынандай кішкентай кольцо. Бұны жаңағыдай қармақтың карабинін әрлегенге керек болатын зат. Енді бізде осындай құтыларға салып дайындап қойғанбыз. Бұл жерде қателеспесем екілік ілмектер. Одан кейін мына жерде тоже бірліктер. Одан кейін жағындағы да бізде жаңағыдай заттарымыз. Бұл жерде тек мен өзім Маңғыстауда қармақ салып біраз аулап жүргеніме уже 3-4 жыл болды. Енді жаңағыдай балықшылардан көріп, үйреніп, қалай жасау керек, қалай істеу керек, мен өзім жасап жүрген заттарымды көрсетем бұл жерде. Енді әр адамның өзінің әртүрлі жаңағыдай несі бар ғой, жасайтын. Мен бұл жерде тек өзімнің қалай жасайтынымды көрсететін боламын. Біріншіден біздер мына жаңағы ілмегімізді байлайтын боламыз. Бұның әртүрлі тәсілдері бар байлайтын. Мен өзімнің жаңағыдай қолым үйреніп қалған, қанша жылдан бері байлап келе жатқан жаңағы өзімнің немен көрсететін боламын. Өзіме де қатты осы ұнайды. Осы ең оңай деп ойлаймын. Осындай жіпті алып, крючокқа жаңағы ілмегімізге ораймыз. Қаншалықты көп орағаныңызға байланысты байлаған затыңызда көпке тұратын болады. Мен осы көбінесе 5 рет, 6 рет солай ораймын. Соның өзі жеткілікті.
Осылай қатты тартып қоямыз. Қасыңызда су болса, суға батырып алсаңыз, жаңа бескіміз жақсы байланатын болады. Тартып қоямыз. Артығын кесіп тастаймыз. Осындай болып әдемі байлана қалады. Одан артығымен кесіп ала бергеніңіз жақсы. Өзіңізге жаңадай керегін артынан байлап, керек емесін кесіп тастайсыз. Біреу, қазір екіншісін байлайтын. Біздер бұл жерде жаңадай екі ілмекті поводок жасайтын боламыз. Осылай саламыз, жайлап тарта қоямыз мына жерден. Одан кейін мынаны алып шетінен бір тартамыз. Ілмектен алып тағы да бір тартамыз. Осындай болып әдемі болып байлана қояды. Қанша балық аулап жүрмін, бір рет ілмегім шешіліп қалып, ондай жағдайда болған емес. Екі ілмекті аламыз. Содан екеуін өлшеп, жерден кесіп аламыз. Бізге енді керегі осындай жаңадай поплавоктар. Бұлардың бәрі жаңадай китайский ғой, енді жаңа Китайдан келген. Осыны тесігінен өткіземіз. Жайлап былайынан өткізіп аламыз. Бұл поплавок бізге бүйтіп су бетінде құртты жаңағыдай жоғары қарай көрсетіп тұру үшін керек болады бізге. Мүмкіндік осылай есту дайындап алсаңыз, артығымен дайындап қойсаңыз жақсы. Балыққа барған кезде сол жерде жаңағыдай әр жағдай болады, жаңағыдай тасқа ілінеді, суға алады. Сол кезде жоғалтып алған кезде осындай артығымен алып шықсаңыз, өзіңізбен бірге байлап. Ендігі біздің жасайтынымыз жаңа поводоктың несі ұзын 1 метрдің жобасында алсақ болады. Мына жағына карабинді ойлаймыз.
алтылык или жаңағыдай 8-дік жилка леска жаңағы сондай болғаны жақсы. Мынау бізде қатты болады, мықты болады, жаңағыдай ілмегіміз қасында болған кезде жақсы ұстайтын болады. Бізде қазір пока осындай 0,50-лік жаңағы 5-дік леска болып тұр. Сондықтан пока лесканы 1 метрдей кесіп аламыз. Содан кейін артынан жаңағыдай артығын кесіп тастайтын боламыз. Груз ілетін жаңағыдай салмақтасымызды ілмектің екеуінің арасын где-то 25-30 сантиметр қалдырамыз. Жаңағы алшақтау жатқаны дұрыс. Қанша дегенмен екі лескінің ортасын тоже жаңағыдай 25-30-дан қалдырамыз. Ар жағында тағы да бізде осындай 30-дай қалады. Сонымен общий где-то сол 80-85 сантиметрдей болып біздің неміз қалады. Енді мынаны біздер мынаған осылай өлшеп байлайтын боламыз. Бұны жаңағы докторский узел дейді. Мынаны былайынан аламыз. Осылай алып, 1, 2, 3, 4. Осыны жайлап тартамыз. Осындай 8 болып келіп байланады. Осындай болып шығады. Енді екіншісін осы жерлерден аламыз. Арасының ашықтығы осындай 30 сантыдай болу керек. Оны аламыз да тағы да жаңағыдай байлаймыз. Бұны 1-2 байлап қоятын болсаңыз, бұл суға түскеннен кейін сырғып шешіліп кетуі мүмкін. Сол сырғып шешіліп кетпеу үшін біздер жаңағыдай докторский узел дегенді пайдаланамыз. Соны сондаймен байлайтын боламыз. Сондай 8 болып байлана алады. Екеуінің ортасынан бір байлап жіберсеңіз артықтық қылмайды. Күртшегіңіз жаңағы лескіге. Осылай
Üstü bosundan keyin артығын kesip тастаймыз. Осындай болады. Мына жерін өлшейміз. Бұл жерден чоғалап жаңағы мынау кольцомызды байлайтын боламыз. Осындай болып біздің нелеріміз байланатын болады. Осындай павлодамыз. Мына жерге сізге қандай салмақта салмақтастар керек болады, соны салып өзгерте бересіз. 80 грамм, 100 грамм, 120 грамм. Әр уақытта балықтың жүргеніне байланысты теңізге жаңағыдай лақтыру керек болады. Сол кезде жаңағыдай ауыстырып лақтыра беретін боласыз. Кефаль балығын аулайтын поводок осылай жасалады. Мен өзім осылай жасаймын, осылай аулап жүрмін. Аулаған балықтарымның суретін салатын боламын арт жағынан. Енді ауа райына байланысты, балықтың жүрген уақытына байланысты сондай жағдайларда аулайтын боламыз балықтарды. Ол кефаль балығы тек теңіздің құртына түседі. Басқа балықтар сияқты жаңағыдай ақ құрт бар, басқа құрттар бар, жаңағыдай жәндіктер бар. Ондай заттардың ешқайсысына түспейді. Тек теңіздің құрты бар өзі. Жаңағыдай құрлықта жүретін қырғаяқ дейміз ғой, қырғаяқ деген сияқты соған ұқсайтын сондай теңіздің құртына түседі. Оның да суретін салатын болам. Сол видеоның аяқ жағынан көретін боласыз. Құрттың қандай болатынын, аулаған кефальдарымыз қандай, соның бәрін көрсететін болам. Осымен біздің бүгінгі қысқа видеомыз аяқталады. Каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, сіздер қалай жасайсыздар, сол жайында комментарий жазыңыз. Комментарийларыңызды оқитын боламыз, жауап береміз. Менің пока осындай жасайтын, өзімнің жасап аулап жүрген заттарым осындай. Әр адамдікі әртүрлі енді жасайтындары. Менікі осындай енді. Өздеріңіз көріп тұрғандай.